Құм жасырған тағдырлар. Хикаяттың авторы Бақтыгүл Аудан. Садықбек үй жанында құмда ойнап жүрген үш баланың қасына барды. Кеше шешелері кеткенде енді келмейді деп жылап жүреді. Енді мүлде ұмытқандай үшеуі де құмды сызып ойнап жүр. «Не істеп жатырсыңдар?» деп сұрады Садықбек оларға сәл қызықтап қарап тұрып. «Жазу жатырмыз», деді үлкен Азат қолындағы таяқшамен жерді шимайлай түсіп. «Қане, қандай әріп білесің? Жазшы», деді қызыға. Азат борпылдақ құмның бетіне ұзын сызықша сызды да басына кішкентай дөңгелек салды. «Бұл қандай әріп?» Садықбек жасы 11-ге келсе де әлі күнге әріп танымайтын мына баланы аяды. «Ертеңі не болмақ? Мектепке барғансың ба?» деді балаға аянышты көзбен. «Иә, бірақ мені оқытпай қойды, әйгерімді де», деді асығып. Садықбек ойланып қалды. Үй жанында түскі тамақты әзірлеп жүрген Халимаға келіп, «Мына балаларды жақсылап жуындыр, ертең ауылға алып кетемін, мектепке беріп сауаттарын ашайық». «Обалды», деді. Ертеңіне таңертеңмен үш баланы көлігіне салып ауылға қарай тартты. Алдымен орталыққа келіп үшеуіне қос-қостан киім алды. Сонсоң үйіне келді. Келін баласы қуанып, енді 2-ге толатын немересі мәз болып қарсы алды. Шайдан соң ұлы мен келініне келген жайдың мәнісін түсіндірді. «Ал келін, мына үшеуін де өзіңнің балдарыңдай көріп тамағын бересің. Үсті басын тазалап сабағына қарарсың», деді. Келіні үнсіз бас изеп келіскен сыңай танытты. Ұлы қарсылық көрсетпеді. Түстен кейін үш баланы мектепке алып барды. «Ал Жәке, мына үш баланы сізге әкелдім. Қолымдағы қойшының балалары. Маған жақында келді. Үшеуі де хат танымайды. Мектепке қабылдасаңыз деп едім. Сауатын ашсаңыз, сауабын алар едіңіз». «Иә, айтқаныңыз орынды. Сауатын ашу сауап іс. Бірақ не себепті мектепке бармаған бұл балалар? Қайда жүрген?» «Ол жағы маған да белгісіз, Жәке. Әрине, кез келген Қазақстан азаматы білім алуға құқылы. Біздің елдегі әрбір бала мектепке баруы, білім нәрімен сусындауы тиіс. Оқимын деп келген баланы қабылдамауға құқымыз жоқ. Құжаттары бар ма?» «Әңгіме сонда болып тұр ғой. Үшеуінің де ешқандай құжаты жоқ». «О, тоба, 21 ғасырда да осындай құжатсыз жерде де көкте де есепте жоқ адамдар өмір сүреді екен-ау. Бұл билік қайда қарап отыр?» Садықбек үш баланы үйтіп мектепке қабылдатып кетті. Артынан 2 ай өтпей ұлы Қанат үшеуін де көлігіне салып қайта әкеліп тұр. «Демалысқа шықты ма?» деді. Бұл ойында ештеңе жоқ. Жапан түзде жүріп қай кезде оқып, қай кезде демалысқа шығатынын да ұмытып қалыпты. «Жоқ», деді баласы. «Мектепте шығарып жіберді. Мектепке ауданнан тексеру келе жатыр екен. Директор мені шақырып алып, оқыта алмайтынын айтты. Құжаттары жоқ дейді. 1 сыныпқа жастары да үлкен дейме білмеймін. Әйтеуір оқыта алмайды екен». Садықбек үш баланы алып мектепке қайта барды. «Жәке, мұның не? Балалар оқу керек қой. Қойшының баласы болсын, министрдің баласы болсын, олардың құқығы бірдей ғой. Сіз мектептен қуалмайсыз». «Мен қуып тұрған жоқпын, Садаға. Сіз мені дұрыс түсініп тұрған жоқсыз. Мектебімізге тексеру келейін деп жатыр. Олар құжатсыз балаларды көрсе не дейді? Оның үстіне әріп те танымайды. 11 жастағы баланың 1 сыныптың партасында отырғанын көрсе не дейді? Қой, тыныштық керек. Қойшының баласы қой бағып жүре берсін. Оқып әріп танығанда министр болмайды ғой бәрібір». Мына сөзден кейін Садықбек үнсіз қалды. Білім ордасына басшылық жасап отырған мына оқыған адамның балалардың болашағын емес, өз басының қамын ғана ойлап отырғаны жанын ауыртты. Сөйтті де үнсіз шығып кетті. Үш баланы көлігіне салып қалаға келді. Базардың шаймасынан балаларға арналған 1-2 суретті кітап алды. Бұрынғы кеңестік кезеңдегідей сықайып тұратын кітап дүкені қайда? Құрдымға кеткен. Сосын ертек кітабын алды. Жұп-жұқа, жып-жылтыр. Өзінен ақшасы қомақты. Үйге келген соң балалар кітапқа жабысты. «Мынау менікі» деп Халима екеуінің құлақ етін жеді. «Мә, Халима, мына кітаптарды алып қой, балаларға оқып берерсің, суреттерін көрсет».
Иә, онсыз да жұмысым аз еді, енді мұғалім болуым қалып еді, деді Халима ыдыстарын салдырлатып жүріп бұрқылдай. Солай деуін десе де Халима балаларға ертек оқып бергісі келді. Жанармаймен жарық беретін мотордың жарығымен ұйықтар алдында қу түлкіні оқып берді. Өзі бала кезінен ұстаз болуды армандайтын, бірақ арманы орындалмай кетті. Сол арман жеңіп кетті ме кім білсін, ертегіні беріліп оқып аяқтады. Көзін кітаптан алып еді, үшеуі де ұйықтап қалыпты. Тек Садықбек қана мұның жүзіне күле қарап жатыр екен. Мықты мұғалім шығады екен сенен, кемпір, деді жымия. Біреулер тырнаққа зар болып жүрген мына заманда баласынан безген Сапаркүлге ызасы келді. Бүкіл әлем қарыштап дамып жатқан мына ғасырда қазақтың мына бір баласының тағдырын жаратқан иемнің тым қатал жазғанына іштей қарсылық білдірді. Тіпті әріп танымайтын баланың тағдыры ертең не болмақ? Мәңгі Садықбектің жанында жүрер деймісің? Оның ертеңгі күнді тіпті ойлағысы келмеді. Қай жағынан ойламасын көз алдына болашақсыз бұлдыр шақ келе берді. Не дегенмен мына қаршадай баланың құмда туылып, құмда мәңгі қалатыны аш өзегін ашытты. Таң құлан иектеніп атып келеді. Жаңа ғана бір жарған жыңғылдың қызыл гүлі мына дүниені өзімен бірге тербетіп тұрғандай. Таңғы леппен күйреуіктің иісі келеді. Таңның атқанын сезген торғайлар бұта-бұтаның арасынан пыр-пыр етіп аспанға атылады. Қызыл жалдар қызыл таңмен таласып жанып жатқандай. Садықбек мына әлемнің бүгін көрген сұлулығына ұзақ қарап тұрған. Бел-бел адырды бір-біріне жалғап тұрған қос аяқ жолдан алдымен шаң көрінді. Садықбек барлай қарады. Тып-тыныш әлемнің тынысын бұзып, уаз келеді. Садықбек таныды. Көрші шопанның көлігі. Көрші деген аты ғана, әйтпесе арасы 7-8 шақырым жер. Халима, Халима, тұр, төсегіңді жи. Нұрғалидың көлігі келе жатыр. Жүрісі суыт, тыныштық болғай. Садықбек үйге кірмей есіктен айғайлаған. Шошып оянған Халима апыл-ғұпыл Садықбек пен өзінің төсегін жиды. 3 бала тау қопырғандай ештеңе сезер емес. Таңғы аспанды шаңға бөктірген уазек дәл киіз үйдің алдына тоқтады. Мал жоғалтқан болар деп ойлады Садықбек іштей. Ассалаумағалейкум. Нұрғалидың дауысы жарықшақтан ашықты. Уәлейкум ассалам. Тыныш па бала? Аға, үйге жүріңіз. Жеңгейді де ала жүріңіз, дәл қазір. Түсінбедім. Балам, кіші балам қайтыс болды. Не дейді? Неге? Ауырды ма? Жоқ, аға, құмда адасып ауылда жүрген ғой, жолды білмейді. Нұрғалидың көзінен 2 тамшы жас ытқып шықты. Нұрғали, сен жеңгеңді алып бара бер, мен ауылға барып хабарлайын. Халима киінбестен-ақ Нұрғалидың көлігіне отырып кетті. Садықбек ауылға тартты. Нұрғалидың отарына жетпей жол шетінде тоқтап тұрған тағы бір уазды көрді. Бұлар да тоқтаған. Баланың денесі сонда екен. Жасы 9-10 шамасындағы ұл бала. Еркек көйлекке орап қойыпты. Қасында жылап бір әйел отыр. Халима ол әйелді алғашында танымап еді, кейіннен есіне түсірді. Былтыр қырқымнан соң осы Нұрғалидың үйінде бас қосқан еді. Сонда танысқан Нұрғалидың інісінің әйелі. Еңіреп, жылап отыр. Бұлар отарға қарай жол алды. Үй алдына кеп тоқтағанда үйден алдымен 6-7 жас аралығындағы тұлымшағы желбіреген қыз жүгіріп шықты. Ізінен сүрініп қабынып Нұрғалидың келіншегі Үміт көрінді. Таппадыңдар ма? Қайда балам? Бар ма? Жеңеше, өзіңді бас. Нұрғалидың інісі Тұрдалы Үміттің алдын алып үйге кіргізбек болып еді, онысынан түк шықпады. Балам ғане, таптың ба? Ол енді Тұрдалыға жабысты. Тұрдалы Үмітті қатты құшағына алды. Я, таптық, деді даусы дірілдей. Рас па? Қане балам, Серікжан. Үміт көлікке жүгірді. Тұрдалы көлігінің артын ашты. Үміт баласына жабысты да сұлап түсті. Содан әлден уақыт есін жиды. У-шу, азан-қазан, аңыраған ана, жылаған бала. Бұл Құдайға не жаздым? Ел көрмей, жер көрмей жапандалада жазғаныңа көніп жүрсем де, жазалағаның не Алла, не жаздым, мені неге алмадың? Жан керек болса мен ал, баламда нең бар қу Құдай? Үміт зарлап қайта талықсып кетеді. Оны ешкім тоқтата алмады. Есі ауып кетер деп ойлады Халима іштей.
есі аумай қайтсын, баласы өз ажалымен емес шөлде бөлсе, мына шөл далада адасы бөлсе, онсыз да әр күні азап анаға одан ауыр не бар? Қалиманың да ішін бір от күйдіріп барады. Ол не от? Мына кішкентай баланың өлімі үшін күйіп бара ма? Жоқ, әлде ана отырған аңыраған ана үшін бе? Әлде өзінің мына мидай далада өтіп жатқан өлі күндері үшін бе? Оны өзі де білмейді. Әйтеуір ішіндегі талай жылдан бері толып жатқан запыранды төгіп жатыр. Жыламайын десе де жылай береді. Үмітті басу айтып тоқтатудың орнына өзі де қосыла аңырады. Әлден соң ауылдан Үміттің ата-енесі, ағайын туысы, абысын төркіндері келе бастады. Үміт оларды көрген соң тіпті үдетті. Баламды алғанша мені неге алмадың, Құдай? Ана мың қойды неге алмадың? Сенің жаназаңа сою үшін бағып отыр екенмін де, сені осылай адастырып өлтіру үшін бағып отыр екенмін ғой. Қой айналайын, өзіңді бас, тағдырдың ісі, қайтесің дегендерді тыңдар емес. Ал енді баланы ауылға апарайық, ішін алыңдар, деді ақсақалдар жағы қайтуға ыңғайланып. Жоқ, деді осы сәт Үміт орнынан тұрып. Жоқ, баламды ешқайда кетпейсіңдер, осында мына үйдің маңына көміңдер, дегенде жиналған жұрт ес ауысты деп ойлады. Ол болмайды, келін, баланы ауылдағы мазаратқа жерлейміз. Жоқ, мен келіспеймін, онсыз да мал деп малдың соңында жүріп бала-шағаммен бірге өмір сүре алмадым. Баламды бауырыма басып аналық мейірімді бере алмадым. Ол ауылда мен түздей өмір кештік. Енді үйдің жанына көміңдер, ең болмағанда рухымен сырласып тұрайын. Өзің құшып есіне тоя алмап ем, топырағын құшып тұрайын. Еңіреп отырған Үмітті ешкім дегенінен қайтара алмады. Әлден соң Нұрғали ішке кірді. Киіз үйді жағалай отырған көптің ортасына кірді де, әлдене айтқысы келгендей жай ғана жөткірінді. Әйелінің сөзін сөйледі деме, ағайын. Ойлап қарасам, Үміттің де айтқан сөзінің жаны бар. Мал деп ит байласа тұрғысыз мына жапан далада тұрып келеміз. Таң атса қой деп тұрамыз. Сол қойлардың жағдайын жасау үшін күні бойы жаздың аптабы, қыстың ызғары демей, құм кешіп, түн ұзағына қойлар қасқырдан аман болсын деп көзілмейміз. Баламыздың тілеуін дәл осылай тілей алмаппыз. Оған уақытымыз да жоқ. Осы балаларды 5 жасқа дейін ғана тәрбиеледік. Одан кейін өздеріңде білесіңдер, тек мектеп демалыс бергенде ғана көреміз. Алғашында сағынасың, іздейсің, кейін мүлде бөтен сияқты болып кетеді екен. Міне бүгін өлгенде ғана мен оның маған қаншалықты керек екенін сезініп отырмын. Бүгін ғана әкелік парызымды орындай алмағаным үшін ішім иттей ұлып отыр. Әке болып баламды бауырыма жөндеп баса алмадым. Ақыл айтып, жөн көрсете білмедім. Менің де айтар сөзім осы. Баламды осында ана төбенің басына қоямыз. Ауылға қойғанмен мен де, шешесі де атарда болсақ, оның басына кім барып тұрады? Осында болса, күнде қасында боламыз. Ол не дегенің? Тәйт, қайдағын айтпа. Елдің ішіне қоймай айдалаға қойғаны несі? Деді көзі қисық әнес шал алара қарап. Осы айдала менің мекенім. Жастайымдан осы даланың құмын кешіп келем. Енді бұл даладан безіп ешқайда кете алмаймын. Қалған өмірім де осында өтетініне сенімдімін. Балам осында жерленеді. Мен өлгенде мені де осында қоятын боласыңдар. Бәрі осыған келісті. Ақыр аяғы күнбатыс жақтағы адырда жаңа төмпешік пайда болды. Ел еңірей тарасты. Содан бері бұл адыр мен анау қоян сүйегі иіліп, күйреугі сасыған сай бала өлген деп аталады. Байғұс бала сол сайда адасқан екен. Бәріне мен кінәлімін, мені неге алмайсың Құдай деп жылап отырған еді Тұрдалы сонда. Олай деме інім, бәр Алланың ісі, біз тек себепкерміз деген Садықбек жұбатпақ болып. Дегенмен Тұрдалы өзін өзі кешіре алмапты. Арадан апта өтпей құлан даланы шаңғытып тағы бір қайғылы хабар жетті. Тұрдалы өз-өзіне қол жұмсапты. Оқиға бұлай болған екен. 3 ай демалысқа келген серік Тұрдалы ағамның үйіне барам дейді.
Әкесі Нұрғали ұлын Тұрдалының отарына алып барады да қайтамын десе, өзің апарып тастарсың дейді інісіне өзінің бос уақыты жоқтығын ескертіп. Арада 2 күн өткен соң Серік үйге қайтамын дейді. Тұрдалы тығыз шаруасы болған соң амалсыз жолай тастап кетермін деп ала кетеді де ағасының отарының тұсына баланы кеп түсіреді. Мына белден ассаң үйің көрініп тұр, ал бара бер дейді баланы сайда қалдырып. Ойын баласы ойнап жүріп адасты ма, ол жағы белгісіз. Кешкісін жолай ағасының үйіне соққан Тұрдалыға жеңгесі: «Төре балау, Серікжанды ала келмедің бе?» дегенде маңдайына ат тепкендей болды. «Ол келген жоқ па?» дейді әрең тілі күрмеліп. Баланы тапқанда күнімен Жантақ даланы кезіп адасып, шілденің аптабына шөлдеп өлген дейді. Денесі кеуіп үсіп кетіпті. Жантақ тілген аяқтары жырым-жырым болып қанап кеткен. Шөл мен азапқа шыдай алмай үстіндегі киімін жырта беріпті байғұс. Мұны естіген Халима біраз күн мең-зең болып еңсесі езіліп жүрді. Мына құмды, мына азнақ желді, мына қатал өмірді жан тәнімен жек көріп кеткендей. Осылай азаптап өлтіретіндей жас бала не күнә жасап қойды соншама деп, тіпті Құдайды да жек көріп кеткен еді. Жалғасы бар. Әңгімені оқыған Роза Сұлтаналиева.